Құдайға намды ораза мен игі істер. Өзіңді тежеме қатты айқайла, даусыңды кернейдей көтер. Таңдап алған халқыма опасыз істерін ашық айт. Иә, Жақыптың үрім бұтағына жасаған күнәларын әшкереле. Олар маған күнде сеніп, еркімді білуді қалаған сейді. Әрі әділдік жасайтын, Құдайының айтқандарына мойын сынатын халық сияқты болып көрінеді. Осылай олар Құдай алдына келуді ұнатып, менен әділ шешімдер өтініп былай дейді: біз ораза ұстап едік, сен неге көз салмадың? Саған бой сынған едік, сен неге байқамадың? Бұған менің жауабым мынадай: ораза тұтқан күндерінің өзінде сендері қалағандарыңды істеп, тіпті бейшара жұмысшыларыңды қанайсыңдар. Оразаларының аяғы ұрыс талас, зұлым төбелеспен бітеді. Мұндай оразаларың мінәжаттарыңды көкке жеткізбейді. Әлде пенденің кіші білей болғансып, басын қоғадай еп, қайғы шеккен азалы жандай көрінген күнін маған ұнайтын ораза деп ойлайсыңдар ма? Осындай әрекетті шынымен ораза әрі жаратқан ені риза қылатын күн деп атауға болады ма? Жоқ, маған ұнайтын ораза мынадай: зұлымдықпен бұғауланғандарды кісендерін үзіп, құлдықтың шынжырларын шешу және зорлық көріп жатқандарды азат етіп, ізгі атаулыны жойып жоқ қылу. Сондай-ақ аштармен наныңды бөлісіп, қаңғырған кедейлерді үйіңе кіргіз, киімге мұқтаждарға тап болсаң киіндіріп, өзге пенделерге де қол ұшын беруден бас тартпа. Сонда саған кенеттен шаңғы шұғылдай нұр төгіліп, тез сауығатын боласың. Әділдігін алдыңа бастап, жаратқан енің салтанатты ұлылығы сені артыңнан қорғап жүретін болады. Сонда сен оны шақырсаң, және жаратқан ен жауап береді. Көмек сұрап жалбарынғанда ол, саған жар боламын деп сені жігерлендіреді. Араларынан ізгі атаулыны алып тастаңдар, сырттай өсектеу мен тіл тигізуді де доғарыңдар. Қарны аштарға шынайы жанашырлық танытыңдар. Әрлі зорлық зомбылық көргендерді жұбатып, мұқтаж нәрселермен қамтамасыз етіңдер. Сонда айналаларындағы қара түнекте менің нұрым сәулесін шашып, рухани қараңғылықтарын тал түстей жап-жарық болады. Мен жаратқан ие сендерді әрқашан жетелеп жүремін. Шөл далада да қажеттеріңді қамтамасыз етіп, денелеріңе қуат беремін. Осылай сендерде су мол баққа, ешқашан сарқылмайтын бұлаққа ұқсайтын боласыңдар. Халқың ежелдей қираған мекендеріңді қайтадан салып, баяғы ұрпақтарын қалған негіздерін үстінен қалаларыңды қайта орнатады. Жұрт сендерді қираған қамалдарыңды қалпына келтіріп, жолдар мен үйлеріңді қайта салушылар деп атайтын болады. Жаратқан ие тағы былай дейді: демалыс күнін маған бағыштап, берік ұстаныңдар. Бұл күні әдеттегі істеріңмен айналыспай, оны қадірлеп, қастерлеп, үлкен ғанибеттеп өткізіңдер. Демалыс күні өз беттеріңмен жүрмеңдер. Құмарлықтарыңды қандырумен, бос мылжыңнан да бас тартып, сол күні толығымен маған арнаңдар. Егер осылай істесеңдер, сонда рақаттарыңды менен жаратқан еден табасыңдар. Сендерге жердің биік қорғандарын тездетіп бейінденіп алуға мүмкіндік беремін. Өзім түп аталарын Жақыпқа мұралық меншікке берген осы елдің өнімдерін тойынатын боласыңдар. Жаратқан ие осыны нық айтады. Ишая 58-ші тарау. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты төменге түсіп жүктеп алыңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.